Құрметті қазақстандықтар, жетісулық жерлестер. Мен Дүйсебаева Алжалғас Бурасанқызы, Алакөл аудандық аналар кеңесінің төрағасымын. Сіздерді тұңғыш президент күнімен шын жүректен құттықтаймын. Баршаңызға бақыт тілеймін. Иә, елбасы еліміз үшін жар құлағы жастыққа тимей жүріп, көптеген игілікті істер жасады. Тәуелсіз ел болуымызға мүмкіндік алып берді. Ұрпақ болашақ үшін, олардың білім алу үшін қаншама тер төкті. Елімізді әлемге танылуына ұйытқы болды. Мен өзім өткен жылы елбасының көктем шуағы атты қабылдауында болып, елбасымен сұхбаттасу бақытына ие болдым. Қазақстан Халықтар Ассамблеясы тапсырмасымен құрылған Ақ-Отауға Ақ-Бата жобасының істеген істері туралы айтып бердім. Ол Ақ-Отауға Ақ-Бата жобасы Алакөл ауданынан бастау алып, қазір бүкіл облыста жүріп жатқандығы туралы айттым. Бұл жобаның істеп жатқан әрекетінің барлығы елбасына ұнағандығы сонша, ол сол жерде бүкіл республика көлеміне тарауына ұсыныс жасады. Мен сол үшін мақтанамын. Ол кісімен сұхбаттасып отырып, көңіліндегі мейірімділікті, елжандылықты, халыққа деген мейірбандықты көрдім. Сондықтан да мен елбасымен кездескенім үшін өзімді бақытты санаймын. Құрметті жерлестер, біздің елбасының жасаған ерен әрекеті, ерен еңбегі біздің еліміздің есінде мәңгі болу керек. Жастарға үлгі етіп айтып жүруіміз керек. Сондықтан да біз халқымыздың қалаулысы болған адамды әрқашанда құрметтей аламыз. Құрметті жерлестер, сіздерді тағы да мерекемен құттықтаймын, шын жүректен құттықтаймын. Бақытты болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Мына ел шетіне келіп жатқан індеттен елімізді, халқымызды Алла тағала сақтауға нәсіп етсін. Дендеріңізге саулық тілеймін, мереке құтты болсын.